Өкініш шоута кеудесін кернеп, 70 жастағы қария терезе алдында үнсіз отыр еді. Көктемнің бозғылт кеші, күн ұясына батып барады. Ауыл сыртындағы жусан иісі самалмен бірге ішке еніп, өткен өмірдің елесіндей жанын тербетіп тұр. Шалдың жанары алысқа қадалған, бірақ ол далаға емес, өткеніне қарап отырғандай. Әр сәт, әр жыл, әр қателік көз алдынан тізбектеліп өтіп жатыр. Қайда асықтым? Не үшін асықтым деп күбірледі ол өз-өзіне. Бұл қалғат еді. Бір кездері ауылдың еркесі болған, бүгін жалғыздықтың тұтқынына айналған қарт. Талғат бала кезінде дәл осылай ойланып көрмеген. Қайғы дегенін не екенін де білмейтін. Әкесі қатал, анасы мейірімді болатын. Үйінде өзінен үлкен әпкесі мен кішкентай бауыры бар еді. Бірақ сол үйдің ішінде ең еркесі де, ең еркінсі де Талғат болатын. Анасы: «Қой балам, сабағыңды оқы» десе, ол саққа қарай қаша жөнелетін. Әкесі кейде: «Ертең өкінесің» деп зекитін. Бірақ ол кезде өкініш деген сөздің салмағын сезіну қайда. Талғат үшін өмір ойын, достар, көше, еркіндік еді. Мектепке барса да ойы далада жүретін. Сабаққа көңіл бөлмеді. Мұғалімнің сөзі бір құлағынан кіріп, екінші құлағынан шығып кететін. Сыныптастары болашақ туралы армандаса, Талғат тек бүгінгі күнмен өмір сүретін. Оқудың не керегі бар? Еркек адам қайда болса да күн көреді деп ойлайтын. Әпкесі кейде ақыл айтатын: «Талғат, адам оқумен өседі. Ертең кеш болады». Бірақ ол тыңдамайтын, тіпті күліп қоятын. «Мен онсыз да жақсы өмір сүрем» дейтін сенімді түрде. Сол сенім, сол жалған сенім оны қайда әкелгенін енді ғана түсініп отыр. Жасөспірім шағы да солай өтті. Сабақтан гөрі достармен қыдыру, қыздарға көз тастау, бос уақытты босқа өткізу оның күнделікті тіршілігіне айналды. Ауылда оны сымбатты, пысық жігіт деп мақтайтындар да болды. Сол мақтаулар оның кеудесіне жел бітірді. «Мен ерекше адаммын» деп ойлады. Бірақ шын мәнінде ол тек өз өмірін босқа өткізіп жатқанын аңғармады. Қазір 70 жасқа келгенде сол күндерге қайта оралғысы келеді. Бір сәтке болса да. Тек бәрі кеш еді. Терезе сыртында күн толық батты. Қараңғылық қоюдана түсті. Ал Талғаттың ішінде жарық жоқ еді. Тек өкініштің ауыр көлеңкесі ғана бар. Сол кезде бір ғана дұрыс қадам жасасам ғой, деді ол күрсініп. Бірақ өмірде қайта бастау деген болмайды. Талғаттың балалық шағы көз алдынан кинолентадай сырғып өтіп жатты. Ол өскен ауыл шағын ғана, бірақ тіршілігі қайнаған қазақ ауыл еді. Таң ата сиыр мөңіреп, ит үріп, қора жақтан шыққан дыбыстар тіршіліктің басталғанын білдіретін. Анасы ерте тұрып, ошақтың басына барып, шайын қайнатып, балаларын оятатын. «Талғат, тұр балам, мектепке кешігесің» дейтін анасының жұмсақ даусы. Ал Талғат көрпесін бүркеніп: «Әлі ерте ғой» деп керіліп жата беретін. Сол еркелік, сол жалқаулық өмірінің алғашқы қателіктер екенін ол кезде сезбеді. Әкесі кейде шыдамай: «Болды, еркек бала осылай өссе, ертең не болады?» деп қатты сөйлейтін. Талғат әкесінен именетін, бірақ ұзаққа бармайтын. Бір-екі күн түзелгендей болып, қайтадан баяғы әдетіне басатын. Апасы болса, анасына көмектесіп, үйдің тіршілігін дөңгелетіп жүретін. Бауыры әлі кішкентай, ойын қуып жүрген кезі. Ал Талғат, ол бәрінен бөлек еді. Еркіндікті сүйетін, ешкімге бағынғысы келмейтін. Мектепте де сол мінезі байқалатын. Сабақтан қашу, достарымен далада жүру, бос күлкі, бәрі оған қызық көрінетін. Бір күні сынып жетекшісі оны шақырып алып: «Талғат, сен ақылды баласың. Бірақ өзіңді босқа құртып жатырсың» деді. Ол болса иығын қиқаң еткізіп: «Жақсы болады бәрі» деп шыға салды. Қандай жақсы? Қалай жақсы? Бұл сұрақтарға жауап беруге ол кезде ойы да ниеті де болмады. Жасы 15-ке келгенде Талғаттың өмірінде жаңа кезең басталды. Ол қыздарға қарай бастады. Ауылдың қыздары да оған көз тастайтын. Сымбатты, сөйлесе білетін, әзілқой жігітті кім жақтырмасын. Достары да: «Талғат, сен нағыз жігітсің ғой» деп арқасынан қағатын. Сол сөздер оның көкірегін керіп, өзін ерекше сезіндірді. Сабақ одан сайын ұмыт қалды. Кітаптың орнына көше, білімнің орнына бос әңгіме басты.
Кейде кешкісін анасы, балам, өмір деген ойын емес деп, жай ғана айтатын. Сол сөздің ішінде қаншама шындық жатқанын Талғат түсінбеді. Қойшы мама, бәрі жақсы болады деп күліп қоятын. Иә, бәрі жақсы болады деп ойлаған еді. Бірақ өмір оның ойлағанындай болмай шықты. Қазір сол сөздер жүрегіне шаншудай қадалады. Анашым, дұрыс айтқан екен ғой, деді Талғат ішінен. Көзінің шетіне жас үйірілді. Бірақ ол жас кешіккен өкініштің жас еді. Уақыт сырғып, Талғатта ер жетті. Ауылдағы алаңсыз балалық шақ артта қалып, ол қалаға аттанды. Әкесі көп ойланды. Ақыры, балам, тым болмаса бір кәсіп үйрен. Қолында мамандық болса, жерде қалмайсың деп, оны қаладағы құрылыс техникумына оқуға жіберді. Талғат үшін бұл еркіндікке шыққанмен тең еді. Қала, жаңа орта, жаңа адамдар. Алғашқы күннен-ақ ол өзін бөтен сезінген жоқ. Қайта тез сімісіп кетті. Табиғатынан ашық, тіл табысқыш мінезі көп көмектесті. Сабаққа барып жүрді, бірақ бұрынғы әдет өзгермеді. Оқу оған әлі де басты нәрсе емес еді. Құрылыс сызбалары, есептер, пәндер, бәрі бір сарынды көрінді, ал оның көңілі басқа жақта жүрді. Талғат бұл жерде де көзге түсті. Ұзын бойлы, келбетті, сөзге шешен жігітті қыздар байқамай қалмады. Бірі күліп қараса, бірі әдейі әңгіме бастауға тырысатын, ал Талғат болса, мұны өзіне берілген артықшылық деп қабылдады. Өмірді қызық қылу керек деп ойлады. Содан бастап, оның күндері өзгере бастады. Кешкісін достармен серуендеу, қыздармен кездесу, көңіл көтеру, оның негізгі тіршілігіне айналды. Бір қызбен жүрсе, көп ұзамай басқа бірімен танысып кететін. Жүрекке жақындатпайтын, сезімге мән бермейтін. Оның үшін бұл жай ғана уақыт өткізіп еді. Достары да соны қолдайтын. Талғат, сенің өмірің қызық қой. Қыздар өздері-ақ келеді ғой саған, деп күлсетін. Ал ол болса, одан сайын шектен шыға түсті. Сабаққа бармай қалған күндер көбейді. Емтиханды әрең өткізетін болды. Бірақ ол бұған аламдамады. Қалайда бітіріп алам деп өзін жұбататын. Ішкі бір дауысы кейде, Талғат, тоқта, бұл жол сені алысқа апармайды деп сыбырлайтын. Бірақ ол дауысты естімегендей кейіп танытатын. Қаладағы өмір оны мүлде өзгертіп жіберді. Ауылдағы аңғал бала енді айлакер, пысық жігітке айналды. Қай ортада, қалай сөйлеуді, қалай әсер қалдыруды жақсы білді. Бірақ бір нәрсе жетіспейтін. Ол шынайылық еді. Талғат сырт көзге бақытты көрінгенімен, іштей бос еді. Бірақ оны өзі де сезінбеді. Себебі көңілін басқа дүниелермен алдады. Қаланың қарбалас тіршілігі Талғатты өз ырғағына сіміріп жібергендей еді. Күндер бір-біріне ұқсап өте берді. Кездесулер, бос күлкі, өткінші таныстықтар. Бірақ бір күні бәрі өзгерді. Көктемнің бір шуақты күні болатын. Техникум ауласында студенттер ары-бері жүр. Сол сәтте Талғаттың көзі бір қызға түсті. Қарапайым ғана киінген, ұзын қара шашы иығына төгіліп тұр. Жүзіне артық бояу жақпаған, бірақ табиғи сұлулығы көз тартатын. Ең бастысы, жанарында бір тазалық, бір тереңдік бар еді. Талғат алғаш рет тосылып қалды. Бұл кім? Деп ойлады ішінен. Қыз ешкімге қарамай өз жөнімен кетіп бара жатты. Әдетте Талғат өзі барып танысатын, бірақ бұл жолы жүрегі бір түрлі дір ете қалды. Сол күннен бастап ол қызды жиі көретін болды. Дәлізде, аулада, кейде кітапханада. Сұрастырып білді. Қыздың аты Гүлмайра екен. Сол техникумда оқиды, бірақ мүлде басқа ортада. Сабақтан қалмайтын, тәртіпті, салмақты. Талғат алғашында жай ғана қызығушылықпен қарады. Бірақ уақыт өте келе, сол қызығушылық өзгеше сезімге айнала бастады. Бір күні ол батылданып, Гүлмайраның алдынан шықты. Сәлем, мен Талғат, деді сәл қысылып. Қыз жай ғана басын изеп. Сәлем, деді. Сол бір қысқа жауаптың өзі Талғатқа ерекше әсер етті. Ол бұрын қыздардың өзіне ұмтылғанына үйренген еді, ал бұл қыз мүлде басқаша. Сол күннен бастап Талғат өзгере бастады. Ол Гүлмайрамен жиі сөйлесуге тырысты. Алғашында қыз аса мән бермеді, бірақ Талғаттың табандылығы, шынайы ниеті біртіндеп байқалды.
Гүлмайра оның бұрынғыдай емес екенін сезді. Бірде екеуі ұзақ сөйлесіп қалды. Сол кезде Гүлмайра жай ғана: «Сен жақсы жігітсің, бірақ өзімді босқа жоғалтып жүрсің», деді. Бұл сөз Талғаттың жүрегіне ерекше тиді. Оған дейін ешкім бұлай айтпаған еді. Сол сәттен бастап ол алғаш рет өз өміріне сырт көзбен қарағандай болды. Кейін олар жиі кездесетін болды. Қаланың тыныш көшелерімен бірге серуендеді. Қарапайым әңгімелер, керем ойлар. Талғат бұрынғыдай бос күлкіге емес, мағыналы сөздерге үйрене бастады. Ол Гүлмайраның жанында өзін басқа адамдай сезінді. Тіпті бір күні іштей: «Мен осы қызға үйленсем ғой», деп ойлап қалды. Бірақ сол оймен бірге тағы бір сезім келді: қорқыныш. Өйткені ол әлі де еркіндігін қимайтын еді. «Мен әлі жаспын, бәрін кейінде ойлауға болады», деп өзін жұбатты. Ал өмір күтпейтін еді. Талғат пен Гүлмайраның арасы күн өткен сайын жақындай түсті. Бастапқыдағы салқындық біртіндеп еріп, оның орнын жылы сезім басты. Гүлмайра да Талғаттың бойындағы өзгерісті байқап, оған сенім арта бастады. Екеуі бірге көп уақыт өткізетін болды. Қаланың шулы көшелерінен гөрі тыныш саябақтарды таңдайтын. Кейде ұзақ үнсіз отырып қалатын. Бірақ сол үнсіздіктің өзінде бір жылылық бар еді. Гүлмайраның жанында Талғат өзін бұрынғыдан өзгеше сезінетін. Жеңілтек әзілдер айтқысы келмейтін, артық қылықтан тартынатын. Тіпті кейде өз-өзіне таңғалатын: «Мен шынымен өзгеріп бара жатырмын ба?» Гүлмайра қарапайым, бірақ терең ойлайтын қыз еді. Ол артық сөзге жоқ, әр ісіне жауапкершілікпен қарайтын. Бір күні ол Талғатқа: «Адам өмірінде бір ғана дұрыс таңдау бүкіл тағдырын өзгертеді», деді. Бұл сөз тағы да Талғаттың жүрегіне тиді. Ол алғаш рет болашағын ойлай бастады. Құрылыс техникумын аяқтау, жұмыс табу, отбасы құру, бәрі бір сәтке мүмкін сияқты көрінді. Бірақ оның ішіндегі бұрынғы мінез әлі өшпеген еді. Кейде достары шақырып: «Жүр, баяғыдай қыдыр айт» десе, ол қарыстыра алмай қалатын. Сол кештердің бірі оның тағдырына үлкен әсер етті. Ал бұл жолы ол іштей екіге бөлінді. Гүлмайра деп ойлады. Бірақ сол сәтте оның нәпсіге берілген жеңіл мінезі басым түсті. «Ештеңе етпес, бұл жай ғана кездесу ғой», деп өзін алдады. Сол түні ол бұрынғы әдетіне қайта оралды. Ал ертеңінде Гүлмайрамен кездескенде оның жанарына тіке қарай алмады. Қыз бірден сезді: «Бір нәрсе өзгеріп кетті», деді ол баяу ғана. Талғат үндемеді. Сол үнсіздік екеуінің арасына көзге көрінбейтін қабырға тұрғызғандай болды. Бір жағынан Талғат Гүлмайраны шын жақсы көретін сезді. Екінші жағынан өз мінезінен толық бас тарта алмады. Ол шешім қабылдай алмады. Ал өмір тағы да күтіп тұрмады. Сол күндерден кейін олардың арасына салқындық түсе бастады. Күндер өте берді. Бірақ Талғат пен Гүлмайраның арасындағы баяғы жылылық біртіндеп жоғала бастады. Бұрынғыдай ұзақ әңгіме жоқ. Бұрынғыдай шынайы күлкі жоқ. Тек бір-бірінен алыстап бара жатқан екі жүрек қана бар еді. Талғат бұл өзгерісті сезді, бірақ оны түзетуге батылы жетпеді. Ішінде бір кінә барын білді, бірақ мойындағысы келмеді. Бәрі өзінен өзі түзелер, деп тағы да өзін алдады. Ал Гүлмайра, ол бәрін түсінді. Талғаттың жанарындағы бұрынғы тазалықтың орнына сенімсіздік келгенін көрді. Жүрегіндегі орнының босап бара жатқанын сезді. Бірақ ол дау шығармады, жылап, жалбарынбады. Тек іштей үнсіз күресті. Сол күндердің бірінде Гүлмайра Талғатпен соңғы рет кездесті. Кешкілік, ауа салқын. Екеуі бұрын жиі баратын саябақта отыр. Ұзақ үнсіздік. Сосын Гүлмайра жай ғана: «Талғат, сен бақытты бол», деді. Бұл сөз күтпеген жерден айтылды. Талғат сергете қалды. «Неге олай дейсің?» деді абдырап. Қыз оның көзіне тік қарамады. «Өмір әркімді өр жолмен алып кетеді», деді жай ғана. Сол сәтте Талғаттың ішінде бір нәрсе қозғалды, бірақ ол тағы да тоқтатпады. «Жарайды, бәрі жақсы болады», деді әдеттегі сөзін қайталап. Қандай жеңіл айтылған сөз, ал оның артында қандай ауыр шындық тұрғанын ол білмеді. Сол түні олар үнсіз қоштасты. Гүлмайра бұрылып кеткенде бір сәтке тоқтағандай болды, бірақ қайта қарамады. Ол кетті, жай ғана
үнсіз кетті. Ал Талғат болса, бұл қоштасудың мәңгілік екенін түсінбеді. Күндер өтті, апталар өтті. Гүлмайрадан хабар болмады. Талғат алғашында іздемеді. Кетер, қайтар деп ойлады. Бірақ уақыт өте келе, оның жоқтығы білінді. Сол кезде ғана ішін бір бос кеңістік жайлады. Қайда кетті деп ойлады. Бірақ кеш еді. Ол кеткен еді. Өзінің ішінде үлкен сырды алып кеткен еді. Гүлмайра сол кезде жүкті болатын. Бірақ ол бұл туралы Талғатқа айтпады. Айтқысы келмеді. Өйткені ол жігіттің әлі де дайын емес екенін түсінді. Жауапкершіліктен қашып жүргенін білді. Сондықтан үнсіз кетуді таңдады. Ал Талғат ол бәрінен бейхабар қалды. Тағы да бір шешуші сәттен өтіп кетті. Тағы да ойланып үлгермеді. Қазір 70 жасында сол кеш есіне түскен сайын жүрегі сыздайды. Неге тоқтатпадым? Неге бір ауыз сөз айтпадым деп өкінеді. Бірақ сол безде ол тек бір нәрсені таңдады. Жеңіл өмірді. Ал өмір оған ең ауыр өкінішті сыйлады. Гүлмайра кеткеннен кейін Талғаттың өмірі бір сәтке босап қалғандай болды. Алғашқы күндер ол мән бермегендей көрінді. Достарымен бұрынғысынша күліп жүріп, өзін алаңсыз етіп көрсетуге тырысты. Кетер, қайтар деп ойлады тағы да. Бірақ уақыт өткен сайын оның ішіндегі бір тыныштық жоғала бастады. Бұрын сезілмейтін бір мұң пайда болды. Кешкісін жалғыз қалғанда Гүлмайраның жанары есіне түсетін. Соңғы айтқан сөзі құлағында жаңғыратын. Сен бақытты бол. Сол сөздің астарында қаншама қоштасу жатқанын ол енді ғана ұға бастады. Неге мен тоқтатпадым? Неге мен бір рет болса да кетпе деп айтпадым? Бұл сұрақтар оның санасын мазалай бастады. Бірақ бәрі кеш еді. Көп ұзамай Талғатты әскерге шақырды. Әкесі, еркек адам әскер көрмей толық болмайды деп шығарып салды. Анасы үнсіз жылады. Ал Талғат болса, ішіндегі бос орында басқа нәрсемен толтырғысы келгендей, ештеңеге терең үңілмей кете барды. Әскер. Бұл мүлде басқа әлем еді. Таңнан кешке дейін тәртіп, бұйрық, қатаң талап. Мұнда оның бұрынғы еркіндігі жоқ. Мұнда ешкім оның әзілін күтпейді. Ешкім оны ерке бала деп көтермейді. Алғашқы айлар ауыр өтті. Түнде жатып, төбеге қарап ұзақ ойланатын болды. Сол сәттерде Гүлмайра есіне жиі түсетін. Қазір қайда жүр екен? Біреумен бірге ме екен? Мені ұмытты ма екен? Бұл ойлар жүрегін қарып өтетін. Бірақ ең ауыры жауапсыз қалған сұрақтар еді. Әскер Талғатты өзгертті. Бірте-бірте ол сабыр сақтауды, тәртіпке бағынуды, жауапкершілікті үйрене бастады. Кейде жалғыз қалған сәттерде өз-өзімен сырласатын болды. Мен не істедім? Неге мен сол кезде дұрыс жолды таңдамадым? Жауап жоқ, тек үнсіздік. Бір күні түнгі кезекшілікте тұрғанда аспанға ұзақ қарады. Жұлдыздар жымыңдайды. Сол сәтте оның жүрегін бір ауыр сезім қысты. Егер мен сол қызға үйленсем, қазір менің де бір отбасы болар ма еді? Біреу мені күтіп отырар ма еді? Кеудесін өкініш өртей бастады. Бірақ уақытты кері қайтара алмайсың. Әскерден қайтқан кезде ол мүлде басқадан болып оралды. Сырт көзге сабырлы, салмақты. Ал ішінде өкініштің алғашқы тұқымы тамыр жайып үлгерген еді. Ауылға оралған күні анасы оны құшақтап жылады. Әкесі үнсіз ғана иығынан қақты. Ал Талғат болса, сол сәтте де бір нәрсенің жетіспейтінін сезді. Бұл отбасы жылу еді. Бұл Гүлмайра еді. Бірақ ол енді жоқ. Қайда кеткені белгісіз. Тағдыр оны қай жаққа алып кеткенін ешкім білмейді. Ал Талғаттың жүрегінде айтылмаған сөздер, жасалмаған таңдау, жоғалған мүмкіндік қалды. Әскерден оралған Талғатты ауыл бірден құшағына алды. Бірақ ол өзі күткендей қуаныш сезінбеді. Ішінде бір бос кеңістік бар еді. Бірақ ол оны мойындағысы келмеді. Бәрі алды деп өзін жұбатты тағды. Көп ұзамай ол жұмысқа орналасты. Алғашында қарапайым құрылысшы болды. Таңнан кешке дейін еңбек. Қолына алғаш рет адал еңбектің ақшасы тигенде өзін нағыз еркек сезінді. Міне, өмір осылай болу керек, деді іштей. Уақыт өте берді. Жұмыс, достар, кейде көңіл көтеру,
Бәрі бір қалыпты жүріп жатқандай көрінді. Бірақ өмір күтпеген соққы берді. Бір күні әкесі кенеттен дүниеден өтті. Сол хабар Талғаттың жүрегін қақ айырып жібергендей болды. Әкесі қатал еді, аз сөйлейтін, бірақ әр сөзінің астарында шындық жататын. Ертең өкінесің деген сөздері сол сәтте құлағында жаңғырып тұрды. Талғат әкесінің жанында отырып, алғаш рет шын өкінгендей болды. Әке, мен сізді кіндамадым ғой, деді іштей. Бірақ ол өкініш ұзаққа созылмады. Күнделікке тіршілік қайта басталды. Жылдар өте берді. Талғат жұмысын ауыстырды. Қалаға барып келіп жүрді. Өмірі сырт көзге қалыпты көрінді. Сол жылдары ол бір әйелмен танысты. Әйел ажырасқан еді. 2 баласы бар. Сабырлы, өмір көрген жан. Талғат алғашында жай ғана уақыт өткізу үшін араласты. Бірақ кейін бірге тұрып көрмек болды. Отбасы құру қиын емес деп ойлады. Бірнеше жыл сол әйелмен бірге өмір сүрді. Бірақ бұл өмірде бір нәрсе жетіспеді. Жылулық жоқ еді. Шынайы сезім жоқ еді. Балалары оны бөтен адамдай көрді. Ол да оларға толық әке бола алмады. Үй ішінде бәрі бар сияқты. Бірақ бәрі жат еді. Кейде кешкісін отырып, үнсіздікке батып кететін. Бұл менің өмірім бе деп ойлайтын. Бірақ тағы да бәрін сол қалпында қалдырды. Жарайды. Осылайда өмір сүре берем деді. Ол кезде Талғат өзін әлі жас сезінетін. Әлі үлгеремін. Әлі де бәрін өзгертуге болады деп ойлады. Уақыттың қалай өтіп жатқанын аңғармады. Жылдар сырғып жатты. Ал ол болса, сол жындарды ұстап қала алмады. Сол әйелмен де жолдары екіге айырылды. Айқай шуда болған жоқ. Үлкен жанжалда болған жоқ. Жай ғана үнсіз ажырасты. Тағы да жалғыз қалды. Талғаттың өмірі сырт көзге қарағанда бір қалыпқа түскендей көрінгенімен, оның ішкі әлемінде әлдебір тынышсыздықтың ізі жойылмай, керісінше көзге көрінбейтін, бірақ жанды қажай беретін сезім ретінде тереңдей түскен еді. Алайда ол сол сезімнің мәніне үңілуден қашқақтап, өзін әрдайым әлі жаспын, әлі бәріне үлгеремін деген жұбату сөздермен алдаумен болды. Әскерден келгеннен кейінгі жылдары ол көбіне ауыл мен қала арасында сабылып жүріп, бірде құрылыс алаңында, бірде уақытша жұмыстарда еңбек етіп, күн көрісін жалғап отырды. Ал кешкісін ауылдағы ескі үйіне қайтып келгенде, анасының баяу ғана дайындап қойған шайының иісімен тыныш отырған кейпі оның жүрегіне әлдебір жылылық сыйлағанымен, сол жылылықтың артында анасының үнсіз алаңдаушылығы жатқанын ол байқамауға тырысатын. Әкесі өмірден өткеннен кейін анасы Талғатқа бұрынғыдан да жақындай түсті. Бірақ сол жақындықтың ішінде бір уайым, бір мұң бар еді. Өйткені ана жүрегі ұлының әлі де бір арнаға түспей, өмірдің шынайы мәнін таппай жүргенін анық сезетін. Кейде кешкі ас үстінде анасы сөз арасында: «Балам, сен де бір шаңырақ көтерсең, менің де көңілім тыныш болар еді», деп жай ғана айтатын. Ал Талғат болса, бұл сөздерді ауыр қабылдағысы келмей: «Әлі ерте ғой мама, бәрі болады», деп жеңіл жауап қайтарумен шектелетін. Бірақ уақыт өте келе бұл әңгімеге әпкесімен бауырда араласа бастады. Әпкесі бір күні арнайы келіп: «Талғат, сен енді бала емессің. Өз өміріңді ойлайтын кез келді. Біз бір жақсы қызды білеміз. Тәрбиелі, ақылды. Сенімен таныстырайық деп едік», деді байыппен. Бауыр да: «Аға, расында жалғыз жүре берген дұрыс емес. Отбасы болғанда ғана адам толық бақытты болады ғой», деп қосылды. Талғат алғашында бұл сөздерді әзілге айналдырғысы келді. Бірақ олардың жүзіндегі шынайылық пен алаңдаушылықты көргенде бір сәтке болса да ойланып қалғандай болды. Дегенмен ішкі еркіндігінен айырылып қалудан қорқып, нақты жауап беруден қашқақтады. Сөйтіп біраз уақыттан кейін олар Талғатты сол қызбен таныстырды. Қыз шынымен де жаман емес еді. Ибалы, салмақты, сөйлеген сөзі орынды, жүріс-тұрысы да тәрбиелі, сырт көзге кез келген жігітке лайық жан болатын. Бірақ Талғаттың жүрегі үндемеді. Ол қызбен сөйлесіп отырып та, оның әр сөзіне жауап беріп отырғанымен, ішінде ешқандай толқу, ешқандай жақындық сезімі оянбады. Керісінше,
бір түрлі жатсыну сезімі пайда болып, өзін еріксіз бір шеңберге қамалғандай сезінді. Жоқ, бұл менің адамым емес, деді іштей. Сол кештен кейін ол әпкесімен бауырына: маған ондай таныстырудың қажеті жоқ. Мен өзім білемін, қашан кіммен болатын, деп қысқа ғана жауап берді. Әпкесі үнсіз қалды, ал анасы ауыр күрсінді. Талғат бұл жағдайға аса мән бермегендей көрінді. Бірақ үй ішіндегі сол бір үнсіздік оның жанына аздап болса да әсер етпей қоймады. Күндер өте берді. Ол бұрынғысынша жұмыс істеп, кешкісін ауылдағы үйіне қайтып, анасының жанында өмір сүре берді. Бірақ үйге жиі келетін әпкесінің балалары оның көңілін ерекше жылытып жіберетін. Балалар оны көргенде жүгіріп келіп: «Талғат аға!» деп құшақтайтын. Сол сәттерде оның жүзінде шынайы күлкі пайда болатын. Олармен ойнап, әңгімелесіп, кейде сыртқа алып шығып уақыт өткізгенде Талғаттың жүрегі бір сәтке болса да жеңілдеп қалатын. Бірақ дәл сол сәттерде оның ішінде түсініксіз бір сезім қылаң беретін. Егер менің де өз балаларым болса ше, деген ой жылт етіп өтетін. Алайда ол бұл ойды ұзаққа созбай, қайтадан өз-өзін алдауға көшетін. Әлі бәрін үлгерем. Мен әлі жаспын. Осылайша ол тағы да уақыттың қалай сырғып бара жатқанын байқамай қалды. Талғаттың өмірі сырттай қарағанда тыныш әрі қалыпты ағып жатқан өзендей көрінгенімен, оның ішкі дүниесінде белгісіз бір бағытсыздық пен керең мәнсіздік біртіндеп орнығып, күн өткен сайын тамырын переңге жіберіп бара жатқан еді. Алайда ол бұл күйді нақты түсініп, атын қойып, өз-өзіне мойындаудан қашқақтайтын. Таң ата жұмысқа барып, кеш бата ауылдағы ескі үйіне қайту оның өмірінің қайталана беретін бір сарынға айналған көрініс еді. Ал сол бір сарынды тіршіліктің арасында ол өзін тұрақтылыққа жеттім деп жұбатқысы келгенімен, жүрегінің түкпірінде бір бос кеңістік барын сезбей қалмайтын. Анасы кейде үнсіз отырып, ұлына ұзақ қарап қалатын. Сол жанардың ішінде айтылмаған мың сұрақ, мың үміт жататын. «Балам, сенің де бір шаңырағың болғанын көрсем ғой», деп кейде күрсініп қоятын. Талғат мұндай сәттерде көзін тайдырып: «Бәрі болады мама, уақыт бар», деп жауап беретін. Бірақ сол уақыттың қаншалықты жылдам өтіп жатқанын өзі де сезбей жүреді. Бір күні ауылға қала жақтан бір топ жұмысшылар келді. Құрмыс басталатын болды. Талғат солардың қатарына қосылып, жаман санда еңбек етуге кірісті. Сол жерде ол түрлі тағдыр иелерімен танысты. Біреуі отбасы үшін жанын салып жүрген әке, біреуі балаларын сағынып жүрген жігіт, біреуі өмірдің ауырлығын көріп, бірақ соған мойымай келе жатқан адам. Олардың әңгімесін тыңдап отырып Талғат кейде ішінен бір түрлі күй кешетін. Бәрінің бір тірегі бар. Біреуді ойлайды: «Ал менше», деген ой жылт етіп өтетін. Бірақ ол бұл ойды да тереңдетпей, қайтадан күнделікті тіршіліктің тасасына тығып қоятын. Сол құрылыс алаңында бір күні күтпеген жағдай болды. Жұмысшылардың бірі ауыр жарақат алып, жедел жәрдеммен әкетілді. Сол сәтте барлығы абыр-сабыр болып кетті. Біреулер телефон шалып, біреулер жүгіріп, әркім өзімен өзі әлек. Ал бір сәтте әлгі жарақат алған адамның кішкентай баласы келіп, әкесін іздеп жылап тұрғанын көргенде, Талғаттың жүрегі шым ете қалды. «Бала, әкем қайда?» деп қайта-қайта сұрай берді. Сол сәтте ешкім нақты жауап бере алмады. Талғат сол баланың жанарына қарады. Қорқыныш, үміт, сағыныш, бәрі араласып тұрған көз. Сол көрініс оның жанын қатты қозғап жіберді. «Мен болсам, мен үшін осылай жылайтын бір жан бар ма?» деген ой санасын тіліп өтті. Жауап жоқ еді. Сол кеште үйге келгенде Талғат бұрынғыдай тыныш отыра алмады. Анасы әдеттегідей шай құйып беріп отырды. Ал ол үнсіз ғана ойланып отырды. «Мен өмірімде не істедім?» деген сұрақ алғаш рет анық түрде көкейіне келді. Бірақ ол сұрақтың жауабынан өзі қорқып тұрғандай еді. Сол себепті тағы да ойынан қашты. «Қой, бәрі жаман емес. Мен әлі үлгеремін.
деп өзін жұбатты. Ол әлі де өзін уақыттан озып жүргендей сезінді. Өзін әлі қартаймайтындай, әлі бәріне үлгеретіндей көрді. Уақыт өз арнасымен сырғып өте берді. Ал Талғат болса, сол уақыттың ішінде жүргенін сезгенімен, оның қалай өтіп жатқанын аңғармай, әр күнін бір-біріне ұқсас күйде өткізіп, өмірдің терең мағынасына үңілуден саналы түрде қашқақтап жүрген жанға айнала бастады. Таңертең ерте тұрып жұмысқа бару, өн бойы ауыр еңбекпен айналысу, кешке шаршап келіп үнсіз шай ішу, осының бәрі оның өмірінің үйреншікті ырғағына айналды. Бірақ дәл осы қайталанатын тіршілік оның ішкі әлемінде бір белгісіз шаршауды, рухани босап қалғандай күйді күшейте түсті. Кейде кешкілік жалғыз отырғанда, ол өз-өзімен үнсіз сырласқандай болып, ішіндегі ойларды тарқатқысы келеді. Алайда сол ойлармен бетпе-бет келуден өзі қорқатындай, бір сәтте оларды қайтадан көлеңкеге ысырып тастайтын. Анасы болса, күн өткен сайын қартайып бара жатты. Оның жүрісінен, сөзінен, тіпті үнсіз отырғанының өзінен шаршау мен өмірдің салмағы байқалатын. Бір күні анасы жай ғана: «Балам, адам жалғыздыққа үйреніп кетеді» деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде жалғыздық адамды ішінен жеп қояды, деді. Бұл сөз Талғаттың жүрегіне тікелей жетті. Ол анасына қарады, бірақ жауап қайтара алмады. Себебі ол сөздің ішінде өзінің өмірі тұрғанын сезді. Бірақ тағы да үнсіз қалды. Күндердің бір күнінде ол ауыл сыртында жалғыз өзі жүріп келе жатты. Күздің салқын желі есіп тұр. Жапырақтар сарғайып, жерге түсіп жатыр. Сол сәтте оның санасында бір ой анық қалыптасты. Мен неге осындай өмір сүріп жүрмін? Бұл сұрақ бұрында келген, бірақ дәл бүгінгідей анық, дәл бүгінгідей ауыр болмаған еді. Ол өз өмірін ой елегінен өткізе бастады. Балалық шағы, жастық шағы, Гүлмайра. Сол бір қыздың жанары. Соңғы сөзі тағы да есіне түсті. Сен бақытты бол. Ол күрсінді. Мен бақытты болдым ба? Деп сұрады өзінен. Жауап тағы да үнсіздік болды. Ол бір сәтке тоқтап, айналасына қарады. Ауыл баяғы қалпы. Табиғат өзгермеген. Бірақ өзі қайда бара жатқанын білмейтін адамға айналғанын түсінді. Соған қарамастан, ол тағы да өзін жұбатуға тырысты. Әлі кеш емес, әлі де болады, деді іштей. Ол әлі де өз өмірін өзгертуге болатын уақыт бар деп сенді. Өзін әлі де кәрі сезінбеді. Керісінше, болашақта бәрі өз орнына келетіндей көрінді. Бірақ дәл сол сәтте ол бір маңызды нәрсені ескермеді. Уақыт оның ойынан әлде қайда жылдам өтіп бара жатқан еді. Ал өмір ешқашан кейінге қалдырылған шешімдерді күтпейді. Талғат тағы да сол шешімсіздіктің ішінде қалды. Тағы да нақты қадам жасамады. Солайша оның өмірі үнсіз, байқалмай, бірақ қайтарылмас бағытта алға жылжи берді. Жылдар сырғып өте берді. Ал Талғат сол жылдардың ішінде жүріп келе жатқанымен, олардың қалай алыстап бара жатқанын шын мәнінде сезінбеген күйде. Өмірдің маңызды шешімдерін кейінге қалдыра берудің өзіне үйреншікті әдетке айналғанын байқамай қалған еді. Өйткені ол әрдайым әлі уақыт бар деген жалған сенімнің тасасына тығылып, нақты қадам жасаудан қашқақтайтын. Көктемнің бір күні еді. Ауылға қаладан қонақтар келді. Алыстан туыстар, таныстар жиналып, бір үйде бас қосып жатқан. Әдеттегідей әңгіме дүкен, күлкі, өткен кеткенде еске алу. Талғат та сол отырысқа барды. Сырт көзге ол баяғыдай ашық, әзілқой, сөзге шешен адам болып көрінді. Бірақ ішіндегі бос кеңістік оны іштей қажытып жүргенін ешкім байқамады. Сол жиында ол бір әйелді байқады. Жасы өзімен шамалас, бірақ жүзінде бір сабыр, бір өмірдің ізі бар еді. Әңгімесі салмақты, артық сөзі жоқ. Күлгенде көзінде жылылық байқалады. Бұл әйел бұрынғы таныстарының бірі екен. Әңгіме арасында екеуі оңаша сөйлесіп қалды. «Қалайсың?» деді әйел, жай ғана. «Жақсы, өзің қалайсың?» деп жауап берді Талғат. Сол қысқа сұрақ жауаптың өзінде бір түсіністік бар еді. Уақыт өте келе олар жиі сөйлесетін болды. Кейде телефонмен, кейде кездейсоқ кездесіп қалып. Бұл жолы Талғат бұрынғыдай жеңіл ойламай, сабырмен қарауға тырысты. Ішінде бір үміт пайда болды. Мүмкін бұл жолы дұрыс болар, деп ойлады. Әйел де оған бейжай қараған жоқ. Оның мінезіндегі байыптылық, өмір көргендігі Талғатқа әсер етті.
Бірнеше рет кездескен соң, олардың арасында бір жақындық сезіле бастады. Бірақ дәл сол сәтте Талғаттың ішінде баяғы таныс сезім қайта оянды. Қорқыныш, жауапкершіліктен қорқу, бір өмірге байланып қалудан қашу. Тағы да асықпай-ақ қояйын. Уақыт бар ғой, деп өзін тағы да кейінге шегіндірді. Ал әйел болса керісінше анықтық күтті. Бір күні ол ашып айтты: Талғат, өмірді бәрін кейінге қалдыра беруге болмайды. Бір шешім қабылдау керек. Бұл сөз Талғаттың жүрегіне жетті. Бірақ ол тағы да нақты жауап бермеді. Көре жатармыз, бәрі өз орнына келеді, деді жалтарма түрде. Сол сәтте әйелдің жанарында бір нәрсе өзгерді. Үміттің орнына салқындық келгендей болды. Көп ұзамай ол байланысын үзе бастады. Қоңыраулар сиреді, кездесулер тоқтады. Ақыры ол да кетті. Талғат тағы да жалғыз қалды. Тағы да ештеңе істемеді. Тағы да ешкімді тоқтатпады. Неге мен әрдайым кешігіп қалам деген ой бір сәтке келді. Бірақ ол оны да тереңдетпей, қайтадан күнделікті тіршіліктің тасасына тығып қойды. Осылайша тағы бір мүмкіндік үнсіз өтіп кетті. Тағы бір өмір жолы жабылды. Ал Талғат болса, сол жабылған есіктің алдында тоқтап, артқа қайрылмады. Кек алға жүре берді. Бірақ қайда бара жатқанын өзі де білмейтін еді. Жондар бірінің артынан бірі ілесіп, көзге көрінбейтін, бірақ қайтарылмас із қалдырып өте берді. Ал Талғат сол уақыттың ішінде жүргенімен, әр күннің, әр жылдың оның өмірінен бір бөлікті алып кетіп жатқанын толық сезінбей, өмірді кейінге қалдырылған шешімдердің тізбегі ретінде өткізіп жатқанын аңғармай қалды. Ол әлі де өзін жас сезінетін. Айнаға қарағанда да мен әлі кәрі емеспін деп ойлайтын. Бетінде аздап әжім пайда болғанымен, шашына ақ кіре бастағанымен, ол оны үлкен өзгеріс деп қабылдамады. Бұл уақытша, бәрі бұрынғыдай болады деп өзін жұбатты. Алайда өмір бұрынғыдай емес еді. Достарының өмірі біртіндеп өзгерді. Біреуі үйленді, балалы болды. Біреуі қалаға көшіп өз ісін ашты. Біреуі немере сүйіп ата атанды. Кездескен сайын олардың әңгімесі басқа арнаға ауысты. Олым мектепке барды, қызым университетке түсті. Немеремнің қылығы қызық. Осындай әңгімелерді тыңдап отырып Талғат алғашында сырттай күліп, қолдап отырса да, іштей біртүрлі күй кешетін. Менде не бар деген сұрақ кейде санасын тіліп өтетін. Бірақ ол бұл ойды да тереңдетпей, әзілмен жауып тастайтын. Мен еркін адаммын деп мақтанғандай болатын. Бірақ сол еркіндіктің артында бос кеңістік жатқанын өзі де сезіп жүрді. Кешкісін үйге келгенде анасы баяу қозғалып, шай дайындап жүреді. Үй іші тыныш, тым-тыныш. Сол тыныштық кейде құлаққа ауыр тиетін. Әпкесінің балалары келгенде ғана үй жанданып кететін. Балалардың шат күлкісі, жүгіріп жүрген қадамдары үйге өмір сыйлағандай болатын. Талғат оларды шын көңілімен жақсы көретін. Бірге ойнап, еркелетіп, сыртқа алып шығып уақыт өткізгенде, оның жүрегі бір сәтке болса да жылып сала беретін. Бірақ дәл сол сәттерде оның ішінде ауыр ой пайда болатын. Неге менің өз балам жоқ? Неге мен осыны өзіме ертерек ойламадым? Бұл сұрақтар бұрынғыдан жиірек келе бастады. Бірақ ол әлі де өзіне толық жауап бермеді. Әлі де кеш емес деді тағы да. Алайда уақыт оған басқа шындықты айтып қойған еді. Анасы да бір күні жай ғана: балам, сен жалғыз қалма деді баяу үнмен. Бұл сөз Талғаттың жүрегіне ауыр тиді. Бірақ ол тағы да үндемеді. Өйткені ол не айтарын білмеді. Өйткені ол өз өмірінің қай тұсында тұрғанын өзі де анық түсінбейтін. Солайша Талғат біртіндеп жалғыздыққа үйрене бастады. Бірақ бұл үйрену шынайы қабылдау емес еді. Бұл уақытша алдану еді. Өйткені адам жалғыздыққа ешқашан толық үйрене алмайды. Ол кек соған көнеді. Ал көну бақыт емес. Бұл ішкі үнсіздік. Уақыттың үнсіз ғана сырғып өтіп жатқанын Талғат бұрын тек сырттай ғана сезетін болса, енді ол сол уақыттың өз денесіне, өз өміріне, өз тынысына қалай әсер етіп жатқанын анық аңғара бастады. Өйткені бұрын байқалмаған ұсақ өзгерістер енді күн сайын көзге ұрып, ойына салмақ түсіре бастаған еді. Бір күні таңертең оянғанда, ол өзін бұрынғыдай сергек сезінбеді. Денесі ауыр,
қимылы баяу. Айнаға қарағанда өзіне бір сәтке бөтен адамды көргендей болды. Шашының самайы аппақ тартып кеткен. Көзінің айналасындағы әжім тереңдей түскен. Сол сәтте оның жүрегінде әлдебір түсініксіз қобалжу пайда болды. Мен шынымен де қартайып келе жатырмын ба деген ой алғаш рет анық келді. Бірақ ол бұл ойдан да қашқысы келді. Жоқ, бұл жай ғана шаршау деп өзін тағы да жұбатты. Алайда бұл жолы ол өзін толық сендіре алмады. Күндер өткен сайын сол сезім қайталана берді. Жұмыста да бұрынғыдай ширақ емес екенін байқап қалды. Жас жігіттер тез қозғалады, ауыр жүкті оңай көтереді. Ал өзі болса әр қимылын ойланып жасайтын болған. Бірде құрылыс алаңында бір жас жігіт күліп, «Аға, дем алып алыңыз, біз істей саламыз» дегенде, Талғаттың жүрегі біртүрлі шым ете қалды. Бұрын мұндай сөзді өзі айтатын еді. Енді соны өзіне айтып тұрғанын есту оңай болған жоқ. Сол кеште үйге келгенде ол ұзақ уақыт үнсіз отырды. Анасы жанында шай құйып отыр. Баяғыдай тыныш. Бірақ бұл жолы сол тыныштық бұрынғыдан да ауыр сезілді. Кенеттен Талғаттың ішіндегі бір сезім анық оянды. Жалғыздық. Бұрын да жалғыз еді, бірақ оны сезінбейтін. Ал бүгін ол жалғыз екенін бүкіл жанымен сезінді. Егер мен қазір құласам, мені кім көтереді? Егер мен ауырсам, мені кім күтеді? Егер мен бір күні жоғалып кетсем, мені кім іздейді? Бұл сұрақтар оның жүрегін қысып жіберді. Жауап жоқ еді. Сол сәтте оның есіне өткен өмірі келе бастады. Гүлмайра, сол кеткен қыз, оның жанары, соңғы сөзі. Сен бақытты бол. Талғат көзін жұмды. Мен бақытты болдым ба? Деп сыбырлады. Жауап тағы да жоқ. Тек жүрегін қысып тұрған ауыр сезім бар. Сол кеште ол алғаш рет өз өмірінен шым қорықты. Өткеніне емес, алдағы күндеріне. Өйткені ол алда өзін не күтіп тұрғанын түсіне бастады. Жалғыздық, шынайы, терең, ешкіммен бөлісе алмайтын жалғыздық. Ал ең ауыры, сол жалғыздықты өзі таңдағанын енді ғана ұға бастау еді. Бірақ бұл түсінік әлі толық өкінішке айналған жоқ еді. Ол әлі де өзін жұбатуға тырысты. Мүмкін әлі де кеш емес, деді әлсіз ғана. Бірақ бұл сөз бұрынғыдай сенімді шықпады. Бұл үміт емес, тек қорқыныштан туған жұбату еді. Күздің бір мұңлы кешінде ауыл үстіне баяу ғана тұман түсіп, айнала үнсіздікке батып тұрған шақта Талғат үйінің алдында ұзақ отырып қалды. Өйткені соңғы күндері анасының жағдайы күрт нашарлап, оның әр тынысы, әр қозғалысы ұлының жүрегіне алаң мен қорқыныш ұялатқан еді. Ал сол қорқыныштың астарында енді кеш қалдым ба деген айтылмаған сұрақ тынымсыз мазалай берді. Анасы бұрынғыдай ширақ емес еді. Жүрісі баяулаған, дауысы әлсіреген. Кейде бір нәрсені айтқысы келіп, бірақ сөзін аяқтай алмай үнсіз қалып қоятын. Талғат мұны көрген сайын іші удай ашты. Бірақ соған қарамастан ол өз сезімін толық жеткізе алмай, тек сырттай ғана қамқор болып жүргендей әсер қалдыратын. Өйткені өмір бойы ішіндегі шынайы сөздерді уақытында айтуға дағдыланбаған еді. Бір күні кешкісін анасы оны қасына шақырды. Талғат балам, деді баяу ғана. Ол жақындап келіп отырды. Анасының жүзі солғын, бірақ жанарында бір терең ой бар еді. Мен саған көп нәрсе айтпадым, бірақ бәрін ішімде сақтап білдім, деді ол үзіліп-үзіліп. Талғат үнсіз тыңдап отырды. Жүрегі әлдебір ауыр сезіммен қысылып бара жатты. Адам өмірде бәріне үлгерем деп ойлайды, бірақ кейде кешігіп қалады, деді анасы. Бұл сөз Талғаттың жүрегіне оқтай қадалды. Өйткені ол сөз дәл оның өмірін айтып тұрғандай еді. Балам, жалғыз қалма, деді анасы әлсіз ғана. Сол сәтте Талғаттың тамағына бір нәрсе тығылып қалғандай болды. Ол сөйлеуге тырысты, бірақ сөз шықпады. Өмірінде алғаш рет анасына шын жүректен бір нәрсе айтқысы келді. Мама, мен деп бастады.
бірақ сөзін аяқтай алмады. Себебі ол өмір бойы айтпаған сөздер енді бір сәтте айтуға тым ауыр болып көрінді. Анасы оның қолын жай ғана ұстап отырды. Сол ұстасқан алақанның жылуы Талғаттың жүрегін қарып өтті. Өйткені ол жылудың бір күні жоғалатын сезіп тұрды. Сол түні Талғат көзіле алмады. Төбеге қарап жатып, өткен өмірін ойлады. Әкесін, балалық шағын, Гүлмайраны. Барлығы көз алдынан тізбектеліп өтті. Неге мен бәрін кейінге қалдыра бердім, деп күбірледі. Бұл сұрақ енді бұрынғыдай жеңіл емес еді. Бұл ішкі жан айқайына айнала бастаған сұрақ еді. Келесі күндер ауыр өтті. Анасының жағдайы күн сайын нашарлай берді. Үйдің ішін бір түрлі тыныштық басты. Бірақ бұл тыныштықтың астарында қорқыныш бар еді. Талғат алғаш рет уақыттың қалай қатал екенін анық сезінді. Ол енді бір нәрсені түсіне бастады. Өмірде ең маңызды адамдарды, ең маңызды сөздерді кейінге қалдыруға болмайтынын. Қараша айының суықта сұрғылт таңдарының бірі еді. Далада жел ұлып, жапырақтардың соңғысы үзіліп түсіп жатқан шақта Талғаттың үйінің ішін бұрын соңды болмаған ауыр үнсіздік басып, сол үнсіздіктің астарында айтылмаған сөздер мен кешігіп қалған сезімдердің салмағы тұнып тұрғандай еді. Анасының демалысы түннен бері әлсіреп бара жатқан. Әр тынысы үзіліп, әрбір қозғалысы соңғы күшін жинап жатқандай сезілетін. Талғат оның жанынан бір ел ажырамады. Көзін алмай қарап отыр. Жүрегі дүрсілдеп, іші алай-дүлей. Бірақ қолынан келер ештеңе жоқ екенін түсініп отыр. Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай көрінді. Бірақ шын мәнінде уақыт тоқтамайды. Тек адам соны кеш түсінеді. Анасы бір сәт көзін ашып Талғатқа қарады. Сол жанарда қорқыныш жоқ еді. Тек бір терең тыныштық бар. Және бір ғана тілек. Ұлының жалғыз қалмауы. «Балам», деді өте әлсіз дауыспен. Талғат еңкейіп, «Я, мама, мен осындамын», деді дауысы дірілдеп. Анасы оның қолын қысып алды. Сол қысқан алақан соңғы рет еді. «Кеш қалма», деді жай ғана. Бұл сөз оның жүрегіне найзадай қадалды. Талғаттың көзінен жас парлап кетті. «Мама, кешіріңіз», деп сыбырлады ол. Бірақ анасы енді ештеңе айтпады. Жанары бір нүктеге қадалып, тынысы баяулап, үнсіздік орнады. Сол сәтте Талғаттың өмірінде бір дәуір аяқталды. Анасы өмірден өтті. Үйдің іші тып-тыныш. Бірақ бұл тыныштық бұрынғыдай емес еді. Бұл бос қалған үйдің тыныштығы. Бұл енді ешкім күтпейтін, ешкім балан деп шақырмайтын үйдің үнсіздігі. Талғат анасының жанында ұзақ отырды. Уақыттың қанша өткенін білмеді. Көз жасы тоқтамады. Ішіндегі барлық сезім бір сәтте сатқа шыққандай болды. «Мен үлгермедім», деді сыбырлап. «Мен бір ауыз жылы сөзді де уақытында айта алмадым». Бұл сөздер оның жанын күйдіріп бара жатты. Сол күні кешке үйдің есігі ашылып жабылып, туыстар келіп жатты. Дауыс бар, қозғалыс бар. Бірақ Талғат үшін бәрі тұман секілдеді. Ол ештеңені анық сезбеді. Тек бір нәрсені анық білді. Енді ол шын мәнінде жалғыз қалды. Әкесі жоқ, анасы жоқ, жанында ешкім жоқ. Сол түні үйде жалғыз қалғанда ол айналаға ұзақ қарады. Бәрі орнында тұрғандай, бірақ бәрі бос. Анасының орны бос, дауысы жоқ. Сол сәтте оның жүрегін бұрын соңғы болмаған ауыр сезім қысты. Бұл нағыз жалғыздық еді. Ешкіммен бөлісе алмайтын, ешкім түсінбейтін жалғыздық. «Мен енді кіммін?» деп сыбырлады ол. Жауап жоқ. Тек бос үйдің жаңғырығы ғана бар. Сол түні Талғат алғаш рет өз өмірінен толық қорықты. Өткенін емес, қалған өміріне. Өйткені ол енді түсінді. Өмірдің ең маңызды сәттері өтіп кеткенін. Ал оларды қайтару мүмкін емес екенін. Сол түсінік оның жүрегінде баяу, бірақ тоқтаусыз өсіп келе жатқан өкінішке айнала бастады. Анасы кеткеннен кейін алғашқы күндер Талғат үшін уақытсыз қалғандай күй кешумен өтті. Өйткені бұрын әр күні белгілі бір мәнмен, белгілі бір күтіліммен басталатын болса, енді таңның атуы да, кештің батуы да ешбір өзгеріс әкелмейтін, бәрі бір түске боялғандай
сырғылт, үнсіз, ауыр күйге айналып кеткен еді. Үй іші бұрмыдай емес, сол баяғы қабырғалар, сол баяғы есік, сол баяғы стел, бірақ бәрі жансыз. Анасының орны бос. Ол отырған орындыққа қараған сайын Талғаттың жүрегі шым ете түсетін. Өйткені сол жерде бір кездері оны үнсіз түсінетін, сөзсіз-ақ жанын ұғатын адам отырғанын енді ғана толық сезіне бастаған еді. Кейде ол әдетімен «Мама» деп дауыстап жіберіп, бірден тоқтап қалатын. Себебі жауап болмайтынын енді білетін. Бірақ жүрек әлі де үйрене қоймаған. Сол бос үйдің ішінде жалғыз отырып, Талғат алғаш рет өткен өмірін ешбір сылтаусыз, ешбір жалтарусыз еске ала бастады. Өйткені енді оны басқа нәрсемен алдауға, басқа дүниемен көңілін бөлшектеуге ештеңе қалмаған еді. Гүлмайра, сол есім. Оның санасында қайта-қайта жаңғыра берді. Оның жанары, оның үнсіз кетуі, айтылмаған сөздері. Неге мен оны тоқтатпадым, деді ішінен. Бұл сұрақ енді жай ғана ой емес, жүректі тіліп өтетін ауыр шындыққа айналған еді. Неге мен сол кезде жауапкершіліктен қаштым? Неге мен өз өмірімді сол кезде өзгертпедім? Бұл сұрақтардың әрқайсысы оның жанын жегідей жей бастады. Бірақ жауап жоқ, тек кешігіп келген түсінік бар. Кей күндері ол сыртқа шығып, ауылдың шетіне дейін барып қайтатын. Баяғы бала кезіндегі жолдар, баяғы таныс көріністер. Бірақ ол өзін бұл жерде бөтен адамдай сезінді. Өйткені бұл жер өзгермесе де, оның ішкі әлемі мүлде өзгеріп кеткен еді. Әпкесі анда-санда келіп, тамаға келіп, жағдайын сұрап кетеді. Бауыры да хабарласып тұрады. Бірақ олар кеткеннен кейін үй қайтадан үнсіздікке батып кетеді. Ал сол үнсіздік ең ауыр жаза секілді. Кейде түн ортасында оянып кетеді. Үй іші тып-тыныш. Сол тыныштықтың ішінде өз жүрегінің соғысын анық естиді. Мен не үшін өмір сүріп жүрмін? Деген сұрақ қайта-қайта келеді. Бұрын ол сұрақтан қашатын, ал енді қаша алмайды. Себебі енді оның алдында тек өзі ғана қалды. Өзі және өз өткен өмірі. Сол өткен өмірдің әрбір сәті, әрбір таңдауы енді оның алдында есеп сұрақтағандай. Егер мен сол кезде басқаша өмір сүрсем, бәрі өзгеше болар ма еді, деп ойлады. Бірақ егер деген сөз өмірді ештеңені өзгертпейді. Бұл тек кешігіп келген ой. Ал Талғаттың жүрегіндегі өкініш енді анық сезіле бастады. Бұрын ол тек әлсіз ғана белгеді. Ал қазір ол оның бүкіл жанын жайлап келе жатқан ауыр сезімге айналды. Бірақ бұл әлі де толық ашылған өкініш емес еді. Бұл тек бастамасы. Өйткені ең ауыр шындық әлі алда еді. Қыс түскен кез еді. Ауыл үстін қалың қар басып, айнала аппақ тыныштыққа бөленгенімен, Талғаттың ішкі дүниесінде керісінше мазасыз ойлар мен ауыр сезімдер бір-бірімен арпалысып жатқан еді. Өйткені ол енді өз өткенінен қашпай, керісінше соған қайта-қайта оралып, әрбір сәтін қайтадан бастан кешіріп жатқандай күйге түскен болатын. Сол күндердің бірінде түс ауа, есік қағылды. Талғат баяу ғана орнынан тұрып есікті ашты. Алдында ауылдың ескі таныстарының бір түрі екен. Жасы өзімен қатарлас, кезінде бірге өскен жігіт. «Ассалаумағалейкум, Талғат», деді ол сәл тосылыңқырап. «Уағалейкумассалам, кір», деді Талғат, мән бермегендей болып. Екеуі үйге кіріп, шай үстінде әңгімелесе бастады. Алғашында жай ғана ауылдың жағдайын, өткен-кеткенді сөз етті. Бірақ әлгі адам бір сәт үнсіз қалып, Талғатқа тік қарап: «Саған бір нәрсе айтсам ба деп жүредім. Көптен бері», деді баяу. Талғаттың жүрегі бір түрлі шым ете қалды. «Не нәрсе?» деді ол абайлап. Әлгі адам ауыр күрсінді. «Сен Гүлмайраны есің аласың ба?» деді. Бұл есім Талғаттың жүрегіне майзадай қадалды. Ол бір сәтке дем ала алмай қалғандай болды. «Е», деді әрең. «Ол сен кеткеннен кейін ауылға қайтқан еді», деді әлгі адам сөзін баяу жалғап. Талғат үнсіз тыңдап отыр. Жүрегі қатты соғып барады. «Сол кезде ол жалғыз болмады», деді ол. Талғаттың жанары бірден өзгерді. «Не айтқың келіп тұр?» деді даусы дірілдеп. Әлгі адам
көзін төмен түсіріп, «Ол жүктеді», деді. Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Талғат ештеңе естімегендей үнсіз қалды. Құлағы шулап кетті. «Жүкті?» деді ол сыбырлап. «Иә, сенің балаң еді», деді әлгі адам. Бұл сөз Талғаттың бүкіл өмірін бір сәтте төңкеріп жібергендей болды. Ол орнынан тұрып кетті. «Жоқ, мүмкін емес», деді. Бірақ ішінің бір түкпірінде бұл шындықты бірден қабылдағандай болды. Өйткені ол бәрін енді ғана түсініп жатқан еді. Гүлмайраның соңғы сөзі, оның жанарындағы мұң, үнсіз кетуі, бәрі енді ғана мағынаға ие болды. Неге ол айтпады?» деді Талғат даусы дірілдеп. «Айтқысы келмеді. Сен дайын емес едің», деді әлгі адам. Бұл сөз Талғаттың жүрегін тіліп өтті. Ол үнсіз қалды. Көзінен жас парлап кетті. «Ал бала?» деді әрең. Әлгі адам ауыр күрсінді. «Бала тірі, бірақ...» деп тоқтап қалды. «Бірақ не?» деп айқайлап жіберді Талғат. «Ол басқа жерде өсіп жатыр. Сен оны танымайсың. Ол да сені білмейді», деді жай ғана. Сол сәтте Талғаттың ішіндегі бүкіл дүние құлап түскендей болды. Ол орындыққа қайта отырып, басын ұстап қалды. Мен әке болдым, бірақ мен ол баланы ешқашан көрмедім», деді сыбырлап. Көз жасы тоқтаусыз ағып жатты. Бұл оның өміріндегі ең ауыр сәттердің бірі еді. Өйткені ол тек бір адамды емес, бүтін бір өмірді жоғалтқанын енді ғана түсінді. «Егер мен сол кезде...» деп бастады ол. Бірақ сөзін аяқтай алмады. Себебі егер деген сөз енді ештеңені өзгерте алмайтынын ол анық түсінді. Сол күннен бастап Талғаттың ішіндегі өкініш енді жай ғана сезім емес, жанын өртейтін шындыққа айналды. Сол сәтте Талғат алғаш рет өз өмірінің шын мәніндегі құнын, уақыттың қайтарылмас екенін және ең маңызды сәттерді кейінге қалдырудың қандай ауыр салдарға әкелетінін бүкіл болмысымен сезінді. Өйткені ол тек бір әйелді емес, тек бір баланы емес, тұтас бір мүмкін өмірді, бір отбасыны, бір тағдырды жоғалтқанын анық түсінді. Үйден шығып бара жатқанда оның әр қадамы ауырлап, жан дүниесі босап қалғандай күй кешті. Өйткені ол енді қайда барса да, қандай өмір сүрсе де, бұл өкініштің оның ішінде өмір бойы бірге жүретін, ешқашан жоғалмайтынын, ешқашан жеңілдемейтінін анық білді. Сол сәтте Талғат үшін өмірдің ең ащы шындығы толық ашылды. Кейбір мүмкіндіктер өмірде бір-ақ рет беріледі, ал оларды жіберіп алған адам сол мүмкіндікті енді ешқашан қайтара алмайды. Сол бір естіген шындықтан кейін Талғаттың ішкі әлемі бұрын соңды болмаған күйге түсті. Өйткені ол осы уақытқа дейін өз өміріндегі кейбір сәттерді жай ғана өткеннің бір бөлігі ретінде қабылдап, оларға қайта үмілмеуге тырысып келгенімен, дәл осы жолы тағдыр оның алдына бүкіл өмірін төңкеріп тастайтын, ешқандай сылтауға, ешқандай жұбату сөзіне көнбейтін ащы шындықты жайып салған еді. Ол түні Талғат үшін түн емес, азапқа толы ұзақ бір есеп беру сәтін айналды. Өйткені төсегіне жатып, көзін жұмған сайын, санасында тек бір ғана ой қайта-қайта жаңғырып, жүрегін қысып, тынысын тарылтып бара жатты. Менің балам бар. Бірақ сол ойдың артында, мен ол баланың өмірінде ешкім емеспін деген, одан да ауыр шындық тұрып, оның жанын шын мәнінде күйретіп бара жатты. Ол өзін бұрын ешқашан мұндай дәрежеде әлсіз сезінбеген еді. Өйткені осы уақытқа дейін ол өмірдегі барлық қателіктерін әлі үлгеремін, әлі кеш емес деген жалған сеніммен жауып келген болатын. Ал енді сол сенімнің түкке тұрмайтын бос жұбату екені анық көрініп, оның орнын кешігіп келген түсінікпен өз-өзіне деген қатал айыптау сезімі басып қалған еді. Таң ата салысымен ол бір шешімге келді. Бұл жолы ол бұрынғыдай қашып, кейінге қалдырып, өзін алдап құтылғысы келмеді. Өйткені жүрегіндегі бір ауыр күш оны алға итеріп, өткенмен бетпе-бет келуге мәжбүрлеп тұрған еді. Сол себепті ол Гүлмайраны табу керек екенін, қандай жағдай болса да, бір рет болса да, көзбе-көз кездесіп, бәрін анықтап алу қажет екенін анық сезінді.
Ол күндер бойы сұрастырып, ескі таныстарды іздеп, ауылдан ауылға хабар салып жүріп, ақыры бір дерекке қол жеткізгенде, оның жүрегі бір жағынан үмітке толып, бір жағынан белгісіз қорқыныштан дірілдеп тұрды. Өйткені ол енді тек өткенін емес, өзінің ең үлкен қателігінің тірі дәлелімен кездескелі тұрғанын түсінген еді. Гүлмайраның басқа адамға тұрмысқа шыққанын естіген сәтте, Талғаттың ішкі дүниесі тағы бір рет шайқалып өтті. Өйткені ол бұл жаңалықты сырттай сабырмен қабылдауға тырысқанымен, жүрегінің түбінде ол басқа біреумен бақытты өмір сүріп жатыр деген ой, оның өзін бұл өмірде артық адамдай сезінуіне себеп болып, жанын одан сайын ауырлатқан еді. Ол сол ауылға баруға бел буғанда, әрбір қадам ауыр, әрбір ойы сан саққа жүгіріп, өз-өзінен сан түрлі сұрақтар қойып келе жатты. Менің бұл жерге баруға қандай құқығым бар? Мені көргенде ол не ойлайды? Мен кешіккенімді ол кешіре ала ма? Балам мені қабылдай ма? Әлде мүлде жат адам ретінде қарай ма? Бірақ осы сұрақтардың ешқайсысына нақты жауап таба алмай, тек ішкі бір күйзеліс пен белгісіздікпен алға жылжи берді. Ақыры ол сол үйдің алдына келіп тоқтағанда, оның жүрегі бұрын соңды мұндай қатты соқпаған шығар. Өйткені дәл осы есіктің ар жағында оның бүкіл өмірінің шешімі тұрғандай сезінді. Ал ол есікті қағу тек бір үйге кіру емес, өз өткеніне, өз қателігіне, өз тағдырына бетпе-бет келу еді. Есік ашылған сәтте Талғаттың көзіне түскен бейне оның санасында мәңгіге сақталатындай болды. Өйткені алдында тұрған Гүлмайра жылдар өтсе де өзгергенімен, жанарындағы сол баяғы тереңдік пен үнсіз мұңды жоғалтпаған. Бірақ енді мүлде басқа, өмірдің адамына айналған жан еді. Ал сол жаныр Талғатқа бір ғана нәрсені анық айтып тұрғандай болды. Бәрі өтіп кетті. Екеуінің арасындағы үнсіздік бірнеше секундқа ғана созылғанымен, ол Талғат үшін ұзақ жылдарға тең болып көрінді. Өйткені сол үнсіздіктің ішінде айтылмаған сөздер, орындалмаған уәделер, жоғалған мүмкіндіктер мен кешігіп келген өкініштің барлығы сыйып тұрғандай еді. Үйге кірген сәтте қабырғадағы отбасылық суреттерге көзі түскенде, Талғаттың жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Өйткені ол суреттерде Гүлмайраның жанында тұрған ер адам мен оның жанындағы бала өзі ешқашан бола алмаған, бірақ болуға тиіс болған өмірдің айқын көрінісі еді. Ал сол көрініс оның жанын тіліп өткендей әсер қалдырды. Гүлмайраның ол сені әке деп білмейді деген сабырлы, бірақ мүлде өзгермейтін шындыққа толы сөзі Талғаттың бүкіл үмітін бір сәтте жоққа шығарды. Өйткені ол осы сөз арқылы өзінің тек уақыттан ғана емес, бүтін бір тағдырдан кеш қалғанын анық түсінді. Ал ең ауыр соққы оның сол баланың өмірінде ешқандай орны жоқ екен еді. Ол баланы бір рет болса да көргісі келген тілегін айтқанда, бұл оның соңғы үміт еді. Бірақ Гүлмайраның сабырлы түрде бас тартуы мен оның өмірін бұзба деген өтініші Талғаттың жүрегіне үкім сияқты естіліп, оның бұл өмірде түзетуге болмайтын қателік жасағанын толық мойындатты. Гүлмайраның үйінен шыққан сәттен бастап Талғаттың өмірі бұрынғыдай жалғасып жатқандай көрінгенмен, шын мәнінде дәл сол күн оның ішкі дүниесінің толық күйреп, бұрынғы өзін мүлде жоғалтқан кезеңінің бастауы болды. Өйткені ол енді тек жалғыз адам емес, өз қолымен жоғалтқан өмірдің ауыр салмағын арғалап жүрген жанға айналған еді. Ауылға қайтар жолда ол ешқайда қарамады. Ештеңені сезбегендей болды. Бірақ оның ішкі әлемінде дауыл тұрып жатқан еді. Өйткені санасында қайта-қайта сол бір көрініс. Гүлмайраның сабырлы жанары, қабырғадағы бөтен ер адаммен түскен сурет, және өз баласының өзге біреуді әке деп біліп өскені үздіксіз айналып, оның жанын қинап бара жатты. Мен бәрінен кеш қалдым деген ой оның санасында қайта-қайта жаңғырып, бұл жолы жай ғана өкініш емес, өзін толық айыптау сезіміне айналып кеткен еді. Ол үйіне келгенде есікті баяу ашып ішке кірді. Бірақ бұл үй бұрынғыдай өз үй емес, тек бос қабырғалардан тұратын, ішінде ешбір жылылық қалмаған. Тек өткеннің көлеңкесі ғана сақталған орынға айналғандай көрінді. Ал сол бос кеңістіктің ішінде ол өзін бұрынғыдан да жалғыз сезінді.
Сол түні ол ұзақ уақыт орындықта отырып қалды. Ештеңе істемеді. Ештеңе айтпады. Тек ойлады. Бірақ бұл ойлар бұрынғыдай жеңіл емес еді. Бұл адамды ішінен жеп, тынысын тарылтып, өткеннің әрбір сәтін қайта-қайта алдыма келетін ауыр ойлар еді. Ол көзін жұмған сайын санасында бір ғана көрініс қайталана берді. Гүлмайраның кетіп бара жатқан сәті. Сол кезде ол неге тоқтатпады? Неге бір ауыз қал деп айтпады? Неге өзінің жеңіл мінезін тоқтатпады? Бұл сұрақтардың әрқайсысы оның жанын шаншып өткендей болды. Мен өз өмірімді өзім құртыппын, деді ол ішінен. Бұл сөз оның алғаш рет өз-өзіне берген шынайы бағасы еді. Өйткені ол енді ешкімді кінәлай алмады. Бұл жерде тағдырда, уақытта, басқа адамдарда кінәлі емес еді. Барлығы тек өзінің таңдауы болатын. Сол сәтте ол бір нәрсені анық түсінді. Өмірдегі ең ауыр жаза өз қателігімен өмір сүру. Жылдар бойы ол өз-өзін алдап келген. Әлі үлгеремін, әлі кеш емес, бәрі болады. Бірақ енді ештеңе болмайтынын анық білді. Өйткені ең маңызды сәттер өтіп кеткен, ал оларды қайтару мүмкін емес. Сол түні ол алғаш рет өз өміріне толық үкім шығарды. Мен бақытсыз өмір сүріппін, деді сыбырлап. Бұл сөзді айту оған өте ауыр тиді. Бірақ бұл шындық еді. Көзінен жас тоқтаусыз ағып жатты. Бұл тек өкініштің жасы емес еді. Бұл кешігіп келген түсініктің, жоғалған мүмкіндіктің, айтылмаған сөздердің, өмір бойы кейінге қалдырылған шешімдердің жасы еді. Сол сәтте Талғаттың ішінде бір ғана сезім қалды. Терең, күйдіріп бара жатқан өкініш. Енді ол ешқайда кетпейді. Енді ол өмір бойы бірге жүреді. Талғат енді түсінді. Өмір адамға бәрін береді. Бірақ уақытында бағаламаған адамнан бәрін қайта алып қояды. Ал ең ауыр соққы сол кезде оны қайтара алмауың. Сол түннен кейін Талғат бұрынғы адам болудан қалды. Сырт көзге ол сол қалпы, тыныш, сабырлы, бірақ ішінде барлығы күйреп қалған еді. Ал енді оның алдында бір ғана нәрсе қалды. Сол өкінішпен өмір сүру. Гүлмайрамен болған соңғы кездесуден кейінгі күндер Талғат үшін жай ғана уақыттың өтуі емес, ішкі жан дүниесінің біртіндеп қартайып, бұрынғы үміттерінің сөніп, орнына тек үнсіз мойындау мен ауыр ойлардың орнығу кезеңіне айналды. Өйткені ол енді өмірді өзгертуге емес, өмірдің қандай болғанын түсінуге мәжбүр күйге түскен еді. Таңертең оянған сайын бұрынғыдай бүгін бірдеңе өзгереді деген әлсіз болса да үміттің ұшқыны сезілмейтін. Керісінше, әр жаңа күн кешегімен бірдей, ертеңгісі де сондай болатынын алдын ала білгендей күйде басталатын. Ал бұл сезім адамның жанын баяу, бірақ тоқтаусыз қажытатын ауыр шындық еді. Үй іші әлі де сол қалпы. Анасының көзі тірісіндегі заттар өзгермеген. Оның қолданған ыдыстары, отырған орны, тіпті кейбір киімдері де сол күйінде сақталған. Бірақ солардың барлығы енді тіршілік белгісі емес. Тек естелік ретінде ғана көрініп, Талғатқа өткеннің қайтып келмейтінін әр сәт сайын еске салып тұрғандай болатын. Ол кейде сол орындыққа қарап ұзақ отыратын, анасының отырған қалпын елестететін. Бірақ қанша тырысса да, сол сәтті қайта сезіне алмайтынын түсінген сайын, оның ішіндегі өкініш тағы да тереңдей түсетін. Күндердің бірінде ол ауыл сыртындағы ескі жолмен баяу жүріп келе жатты. Дәл сол жолмен кезінде жас кезінде жүгіріп ойнап жүргенін есіне алып, уақыттың адамның өмірінен қаншалықты тез өтіп кететінін алғаш рет анық сезінгендей болды. Өйткені сол кезде ұзақ көрінген балалық шақтың өзі енді бір қысқа ғана елес секілді болып қалған еді. Жол бойында ол өзінен өзі сұрады. Мен не істедім осы өмірде? Бұл сұрақ бұрында келген. Бірақ бұрын ол бұл сұрақтан қашатын, ал енді қаша алмайды. Өйткені енді жауап іздеуден басқа амалы жоқ еді. Ол өз өмірін қайта-қайта ой елегінен өткізді. Балалық шағы, еркелік, жастық шағы, жауапсыздық. Гүлмайра жоғалған мүмкіндік, анасы кеш айтылған сөздер. Осы төрт нәрсе оның бүкіл өмірін сипаттап тұрғандай еді. Мен ештемені уақытында бағаламадым, деді ол іштей. Бұл оның ең шынайы мойындау еді.
Ауылдағы адамдар оны көргенде бұрынғыдай емес, енді біртүрлі көзқараспен қарайтын болды. Кейбірі Талғат әлі үйренбеді ме? Жалғыз жүр екен деген сөздерді ашық айтпаса да, сырттай сездіретін. Бұл сөздер Талғатқа ауыр тиді, бірақ ол ештеңе демеді. Себебі олардың айтқаны шындық еді. Әпкесінің балалары өсті. Баяғы кішкентай балалар енді есейіп, өз жолымен кетіп бара жатты. Олар бұрынғыдай Талғаттың айналасында жүгірмейтін болды. Үй тағы да тыныштыққа батты. Сол тыныштық енді оның өмірінің ажырамас бөлігіне айналды. Бірақ бұл жолы ол сол тыныштыққа үйренген жоқ. Ол тек сонымен өмір сүріп жүрді. Кейде кешкісін жалғыз отырып терезеден сыртқа қарайды. Күн батып бара жатыр. Сол көрініс оған өз өмірін еске салады. Менің өмірімде осылай батты ма, деп ойлайды. Жауап анық сияқты. Бірақ оны дауыстап айтуға жүрегі жетпейді. Сол сәтте оның ішінде бір ғана тілек пайда болады. Егер бәрін қайта бастауға мүмкіндік болса ғой. Бірақ ол бұл тілектің ешқашан орындалмайтынын анық біледі. Сол себепті ол тек үнсіз отырып қалады. Көзінің шетінде жас жылтырайды. Бірақ ол жыламайды. Себебі оның жасы енді тек көзден емес, жүректен ағып жатқандай еді. Жылдар бірінің соңынан бірі үнсіз сырғып өте берді де, Талғаттың өзі байқамай жүрген жастықтың жұрнағы да бірте-бірте алыстап, оның орнын баяу қозғалыс, әлсіздік және ең бастысы, өткен өмірге қайта-қайта оралатын ауыр ойлар баса бастаған шақ туды. Өйткені енді бол өзін әлі жаспын деп алдай алмайтын күйге жеткен еді. Таңертең ояну бұрынғыдай жеңіл емес. Денесі ауыр, қимылы баяу. Бірақ ең ауыры дененің емес, жанның шаршау еді. Ол енді әр күнді жаңа үмітпен емес, өткен күндердің салмағымен қарсы алатын болды. Үй іші сол баяғы қалпы. Бірақ уақыт өткен сайын бұл үйдің бос қалғаны одан сайын анық сезіле түсті. Қабырғадағы сағаттың тықылғаны естіледі. Сол дыбыс оған уақыттың әлі де өтіп жатқанын, ал оның өмірінде ештеңе өзгермейтінін еске салып тұрғандай еді. Кейде ол сол сағатқа ұзақ қарайды. Уақыт, сен неге сонша тез өттің деп іштей сұрайды. Бірақ жауап жоқ. Себебі уақыт ешқашан жауап бермейді. Ол тек өтеді. Талғаттың өмірінде енді жаңалық жоқ. Тек естеліктер бар. Сол естеліктердің ішінде ең жиі оралатын бейне Гүлмайра. Оның үнсіз кетуі, оның соңғы қараған жанары және кейінгі кездесуде айтқан сөзі. Сен кеш қалдым. Бұл сөз Талғаттың жүрегінде мәңгілікке қалып қойғандай. Ол қанша уақыт өтсе де, сол сөздің ауырлығы азайған жоқ. Керісінше, күн өткен сайын тереңдей түсті. Ал енді оған тағы бір ой қосылды. Менің балам қазір қандай екен? Бұл ой оны түн ортасында оятып жібереді. Ол қандай болып өсті? Ол маған ұқсай ма? Ол бақытты ма? Бұл сұрақтарға жауап жоқ. Және ол ешқашан болмайтынын да біледі. Себебі өзі сол жауаптардан өз еркімен бас тартқан. Сол сәтте оның жүрегі ерекше ауыр тартады. Мен өз баламның өмірінен өз-өзімді өзім өшіріппін дейді іштей. Бұл сөз оның өміріндегі ең ауыр мойындау еді. Кейде ауыл адамдары сыртта әңгімелесіп тұрады. Немерелерін еркелетіп жүрген аталарды көргенде Талғат көзін тайдырып кетеді. Өйткені ол көрініс оның жүрегін ауыртады. Мен де солай бола алар едім ғой деген ой жанын қинайды. Бірақ бұл ой енді тек өкініш ретінде ғана бар. Оны жүзеге асыруға мүмкіндік жоқ. Кешкісін ол үйіне қайтып келеді. Үй тағы да тыныш. Ешкім қарсы алмайды. Ешкім келдім бе демейді. Сол сәтте ол есік алдында біраз тық қалады. Ішке кіргісі келмейді. Өйткені ол үйде оны ешкім күтпейді. Бірақ бәрібір кіреді. Өйткені басқа барар жер жоқ. Сол кештердің бірінде ол терезе алдында ұзақ отырды. Күн баяу батып бара жатты. Аспан қызарып, біртіндеп қараңғылыққа айналып жатты. Талғат сол көрініске қарап отырып, өз өмірін көргендей болды. Менің өмірімде осылай өтті, деді баяу ғана. Жарықтан қараңғылыққа, үміттен өкінішке. Сол сәтте оның көзінен жас шықты. Бірақ бұл жолы ол жасыруға тырыспады. Себебі бұл жас әлсіздіктен емес, шындықты қабылдаудың жасы еді. Талғат енді толық түсінді. Өмірдің ең ауыр сәті қартайғаның емес. Өміріңді дұрыс сүрмегеніңді
енді ғана түсінгенін. Құрметті көрермендер, осындай өмірлік сабаққа толы әңгімелерді жіберіп алмау үшін арнама тіркеліңіздер. Талғат сияқты кеш өкініп қалмай, әр сәтті бағалап өмір сүріңіздер. Лайк басып, өз ойларыңызды пікірге жазып кетуді ұмытпаңыздар.